дұрыс айтасыңдар. Аспанда нелер бар екен білесіңдер ме сендер? Иә. Айтыңдаршы, нелер бар? Планеталар. Ага. Планета, звездочка, күн. Ага, айта ғой. Күн, жұлдыз, планета. Күн бар, жұлдыз бар. Тағы не бар? Планеталар. Ай бар, дұрыс айтасыңдар. Аспан денелері өте көп. Солардың ішінде біздер бүгін сендермен планеталар туралы айтамыз, балалар. Зерттеу саяхатына аттанамыз. Балалар, саяхатқа біздер немен аттанамыз ғарышқа? Зымыранмен, дұрыс айтасыңдар. Бүгін бірақ біздер зымыранмен емес, космос ғарыштық кемемен аттанамыз. Қазір орнымыздан тұрамыз да, өзіміздің ғарыштық бөлмемізді жасаймыз. Келеміз. Ғарыштық кемеміз. Үйреніп аламыз. Ғарыштық бөлмемізді жасадық біздер. Ғарыштық бөлмемізді жасадық. Енді балалар, біздер сендермен планеталарға айналамыз, жүреміз келеміз. Бірін артынан бірі жүреміз. Планеталарға ұшып бара жатырмыз ғой біз. Келеміз енді. Планеталарға келдік. Келгенімізді жақындаймыз. Балалар, біздер сендермен күн жүйесінің құрылысымен танысамыз, планеталармен танысамыз. Кәне күннен бірінші тұрған планета қайсы планета? Меркурий, дұрыс айтасыңдар. Ал екінші планета қайсы? Шолпан, дұрыс айтасыңдар. Ал үшінші планетамыз ше? Жер. Төртінші планета қайсы? Бесінші планетамыз қайсы? Юпитер. Дұрыс айтасың. Алтыншы планета ше? Сатурн. Жетінші планета? Уран. Сегізінші планета? Нептун. Жарайсыңдар. Балалар, енді планеталарды біздер есептейікші кәне. Ағылшыншалап айтамыз кәне. Меркурий. Не қараңдар. Айда, айтамыз. Айда жұлдызнама өмір сүріпті. Ол планеталардың санатты. Меркурий 1, Шолпан 2, Жер 3, Марс 4, Юпитер 5, Сатурн 6, Уран 7, Нептун 8. Жарайсыңдар балалар. Міне біздер күн жүйесінің, енді мұнда қараймыз, мына жер жүйесіне қараңдаршы, күн жүйесінің отбасымен, олардың отбасыларымен танысыңдар, иә? Күнде қараңдар, міне көрдіңдер ме? Олар қандай пішінде болып келеді, балалар? Дөңгелек пішінде келеді екен. Дөңгелек пішінде болып келеді екен. Балалар, осы планета 8 мұнда. Осы 8 планетадан басқа балалар 9-шы планета болған. Плутон деген планета болған. Бірақ ол планетаның ішінде ғалымдар мықты телескоптармен қарағанда бірнеше планеталар, көп планеталар болыпты. Сондықтан оны Плутонды планета атағынан алып тастапты. Плутонға планетаның атағы берілмепті. Енді балалар, әрі қарай біз саяхатымызды жалғастырамыз. Келеміз. Бәріміз шеңбер болып отыра қаламыз. Шеңберге отырамыз кейде. Қазір бізде ойын, дидактикалық ойын, математикалық есеп ойыны. Қазір мен сендерге барлықтарыңа есептер беремін. Сен алғашқы мұнда отыршы балаға. Бәрімізге береміз. Сандарымызды жайып қоямыз. Сандарды жаямыз. Міне, сандарды бәрін қойыңдар. Барлық санды қоямыз. Бәрінде сандар бар. Сен бірінші бұлай жылшы кел балақай.
Сандарды жерге қоямыз бәріміз. Сандарды қойдық. Жарайсыңдар сандар. 1, 2, 3, 4, 5, Қазір 6, бәріміз 7, бірге. 9. Қане балалар, енді біздер қазір сендер маған, мені тыңдаңдар, сұрақты тыңдаймыз. Математикалық ойын, көңілді есеп ойыны. Мен сендерден қазір сұраймын. Сендер 1-ден 8-ге дейін. Бізде балалар планеталар саны неше болды? Планеталар саны неше болды бізде? 8 планета болды. Біз енді сендермен 1-ден 8-ге дейін санаршы кәне. 8, дұрыс. Енді кері санаймыз. 1 дейміз, 1-ге дейін, 1-ден 8-ге дейін деп. Жарайсыңдар. Енді біздер ағылшыншалап санаршы. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8-ге дейін санаймыз, е? Енді кері қарай санаймыз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсыңдар балалар. Енді маған сендер 3 санының көршілерін көрсетіңдерші кәнекей. 3 сан қолымызға ұстаймыз, айтпаймыз. 3 санының көршілері. Жарайсыңдар. 3-тің көршісі. 3-тің көршісі. Сен неге жатсың? 3-тің көршісін көрсетеміз. 3-тің көршісі. 3-тің көршісін көрсетеміз. Айтамыз. Неше сандар 3-тің көршісі? 2 мен 4. Жарайсыңдар. Орнына қоямыз. Енді маған сендер 3-тің алдындағы санды көрсетіңдер. 3 санының алдындағы сан. Бәріміз 3-тің артындағы емес, алдындағы сан. 3-тің алдында. Дұрыс. Қандай сан екен 3-тің алдында? Мербек сен 2 ғой. Дұрыс айт. Мербек, дұрыстап мұқият тыңдау керек сұрақты. 3-тің алдындағы сан деді ме? 2, дұрыс айтасың. Енді сендер маған 3 санының артындағы санды көрсетіңдерші. 4. Неше екен 3-тің артындағы сан? Жарайсыңдар балалар. Дұрыс екен. Енді сендер маған 3 санының көршілерін көрсеттік жаңа, е? Енді 1-ден үлкен, 3-тен кіші сан. Қай сан ол? 1 санынан үлкен, 3 санынан кіші сан. 3-тен кіші деп атыр. 1-ден үлкен. Не? Да, сұрақты дұрыстап тыңдар. 1 санынан үлкен, міне Алишер дұрыс көрсетті. Алишер неше екен? 2. 1-ден үлкен, 3-тен кіші сан. Ол қай сан екен? 2 сан екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді балалар, біздер жинап аламыз. Математикалық есебімізді. Дана бізден қойды. Ол не деп аталатын еді? Планеталары. Орбита. Жарайсың, Альбина, орбита деп аталады. Күн жүйесін деп айтылатын. Енді балалар күн жүйесінде планеталар бір-біріне соқтығыспайды. Олар өз реттерімен, жаңа сендер суретте көрдіңдер, өз реттерімен айналысады. Біздер қазір әрбір планетаға барамыз. Енді сендермен бірге біздер олар жаңа бір-біріне соқтығыспайды. Бірінші Меркурий планетасына бармастан алдын мен сендерге олар не үшін соқтығыспайтынын айтамын. Балалар, қараңдар. Мына допты алатын болса, мәселен, допты былай айналдырған кезінде допты не ұстап тұр? Қараңдаршы. Не ұстап тұр допты? Орбита. Жоқ, қазір енді орбита емес қой. Веревка, дұрыс. Жіп ұстайды. Жіп деп айтамыз, е? Допты жіп ұстап тұр екен. Қараңдар, былай айналған кезде доп ұшып кетпейді алысқа. Жерге құлап түспейді. Міне, бұның бәрін ұсталған балалар, қараңдар. Бізді секіруге мәжбүрлейтін, допты жерге түсуге құлауына мүмкіндік бермейтін жерді, біздердің аспанға ұшып кетуімізге кедергі жасайтын бір күш бар екен. Ол күш не екенін білесіңдер ме балалар? Ол ұлы гравитон деген күш. Гравитация, яғни жердің тартылыс күші. Кәне бәріміз секіріп көрші және? Секіріңдер. Қатты секіріңдер. Болды, енді тоқтаймыз. Қандай сезім
күші, гравитация деп айтамыз балалар. Міне жердің тартылыс күші, жер біздерді аспанға. Егер де гравитация болмаса, мына планеталар бір-біріне соқтығысып, күнге соғатын еді, я болмаса жан-жаққа ұшып кетер еді. Демек, гравитация деген күн барлық сол планеталардың өзіне тартып тұр. Ол бір-біріне соқтығуына мүмкіндік беріп тұр екен. Енді балалар, қазір біздер планеталарға айналамыз. Ол үшін біздер дайындаламыз. Кәне, біз космолетта ұшуымыз керек. Ол үшін кәне балалар дайындаламыз. Белбеуді байладық. Белбеуді байладық. Кәне, моторды отқа қос. Санаймыз кәне, санауды бастадық. 1, 2, 3, 4, 5. Енді бәріміз мен артына жүреміз, ұшамыз. Қазірна денсаулық жолымен ұшамыз кенде. Денсаулық жолымен былай. Денсаулық жолымен денсаулық жолымен ұшамыз келеміз. Бәріміз ұшып келеміз. Қараңдар, айналып жүріп, енді мына шеңберде айналып жүреміз. Шеңберде. Қандай болса да, біз аспанға келдік, ғарышқа келдік. Ғарышта балалар салмақсыздық пайда болады. Ғарышта біз ұшып жүреміз. Ұлпа қар сияқты ұшамыз. Біздер мамықтай жеп-жеңіл боламыз. Шеңберге тұрамыз. Бірінші біздің келетін планетамыз Меркурий планетасы. Біз отырамыз. Меркурий планетасы туралы мәліметті тыңдаймыз. Біздің жұлдызнама аспанда отырып, ол бізге мәліметтер беріп отырады әрбір планета жайлы. Тыңдаймыз. Меркурийдің бетінде оған құлаған метеориттердің салдарынан шұңқырлар пайда болған. Оның ең үлкені Каларис деп аталған, диаметрі 1300 километр болатын. Осы үлкен шұңқырдың бүйірлерінде метеориттің соқтығысуы күшімен тау үйінділері пайда болған. Меркурийдің күнге жақын орналасуы оны бақылауға кедергі келтіреді. Аспан аясында оның күннен ең алыс кету бұрышы 29 градус. Сондықтан ол күн шығар алдында ертеңгі көріну немесе кешке күн батқанда кешкі көріну көрінеді. Меркурий орбитасының эклиптикаға көлбеулігі үлкен болғандықтан оны әр уақытта көру мүмкін емес. Планета құралсыз, көзге анық көрінеді. Ең жақсы көріну периодындағы жылтыруы. Драматургия жасады. Альбина жасады. Зымыран. Сендер қазір сізді міне мына қағаз бетіндегі қағазмен тұрады осылай. Қазір біз сен алыста отырсың. Енді балалар маған жазамыз кәне. Сызамыз суретті. 3 тор көз, балалар қарады. Балалар маған қарады. Жоғарыдан бастаймыз. 3 тор көз оңға. 3 тор көз не сызамыз? 3 тор көз не жазамыз? 3 тор көз оңға. Оңға, дұрыс. 3 тор көз оңға, 2 тор көз төменге. Сол жаңағы 3 тор көзден бастадық қой, сол жерден. 2 тор көз төменге. Айтпаймыз, сөйлемейміз. 2 тор көз оңға. 2 тор көз оңға. Оңға. Бәріміз жасадық. Бәріміз осылай пайда. Сиқырлы тағам, сиқырлы кәмпиттер жасалдық, е? Сиқырлы кәмпиттер. Ой, жарайсыздар, бәрінде де сиқырлы кәмпит пайда болды, е? Жарай.